Маңғыстау облысы білім басқармасының Жезқазған қаласы білім бөлімінің нөмір 11 жалпы білім беретін орта мектебінің бастауыш сынып ұстазы Сырдалинова Гүлмира Шемирна. Менің педагогикалық ұстанымым: маған айтшы, мен ұмытып қаламын. Маған көрсетші, менің есімде қалады. Өзіме істетші, мен жылдап түсінемін. Қытай даналығы. Саламатсыздар ма балалар? Қалай ғана сыялады. Ал бір ғасырда неше жыл бар? Бексұлтан? Бір ғасырда 100 жыл бар. Тамаша, отыра ғой. Бір жылда неше ай бар? Азық? Бір жылда 12 ай. Жақсы. Мен неге бастауыш буынды таңдадым? Кез келген ғимараттың фундаменті қаланады, ал фундаментсіз ғимарат құлайды. Әр адамның өміріндегі мұндай фундамент бастауыш буын, нақтырақ айтсақ, білім, икем, дағды және сапа бастауышта қалыптасады. Сондықтан бастауыш сынып мұғалімінің мамандығын таңдаған ұстаз иығына ауыр жүкті сезінуі қажет. Халықта мынандай ұлы сөз бекер айтылмаған: орта және жоғары буында алға ұмтылған мектеп іздеңіз, ал бастауыш буында жақсы ұстаз іздеңіз. Бастауыш сынып мұғалімінің бойындағы 7 қасиет: сыпайылық, білімділік, әдептілік, адамгершілік, мейірімділік, талап қоя білу. Осы қасиеттердің барлығы Гүлмира Шемирнаның бойынан табылады. Егер бойымызда еңбек сүйгіштік, балаға деген махаббат, ашық жүрек, таза көңіл, жақсы ойлар, шығармашылық икемділік, сондай-ақ біздің қоғамда жақсартуға ұмтылыс болса, онда кез келген сабақ оң нәтижесін берері сөзсіз. Өмірімді балалыққа арнаймын, шәкірттерім бар ізімді жалғайтын. Шығармашылық ұстаз, төзімді ұстаз, ізденімпаз ұстаз, жаңашыл ұстаз, креативті ұстаз.